Қайырлы күн, қалайсыздар? Мұнда менің образыма дайындап жатыр. МД деген мықты әнші бар. Соның клипына және біраз рекламасына түстім. Мынау менің бірінші образым. Өте әдемі шыққан сияқты. Образды өздері таңдады. Менің размерімді сұрап, фотоларымды сұрап образ жасады. Өзімнің жасаған образдарым жүр ұнамады. Мынау менде уже екінші образ. Өте әдемі шыққан сияқты, маған да ұнады. Мұнда уже біз процесте уже МД-дің студиясында отырмын мен. Біраз видеолар сұрадым, түсіріп беріңізші деп. Бірақ көбінде менің қобызымды көбірек түсірді. Себебі процесс инструментке, ұлттық аспаптың үніне байланысты болды. Команда үлкен болды өте, бүкіл команда жұмыс жасады. Таңғы 4-тен бастаған екен съемка, мен кешкі 4-те бардым. Содан 9-ға дейін 5 сағат мен съемкада жүрдім. Мұнда мына коньякты рекламировать етіп жатыр. Саундтрегін сол МД жазған, сол саундтректе мен қобыз ойнаймын. Сол басты не болып келеді, сондықтан осындай болды. Сосын мынандай желмен өзімше прическа жасатып, майк жасатқанымызды қайтейік, жел бәрін бытсын шығарды. Осындай локацияға бардық, өте әдемі болды. Сосын барлығы мені кірісіп түсірді. Осындай локацияда арты бәрі күшті болды. Біз сол күннің батқанын күтіп, сол локацияға бардық. Екінші локация осы жерде болды. Сосын МД биледі менің қобызымның музыкасына, осылай оны түсірді. Сонан кейін мені қайтадан түсірді. Мен деген аяғыммен санап ойнап отырмын, байқасаңыздар. Образға кіріп отырыңыз деді. Сосын осылай отырдым. Бұл жерде өздері қобызда түсірді көбірек. Сосын қайта-қайта келіп шашымды жөндеді, бірақ жел қайта-қайта шашымды бұлғай берді. Сөйтіп мен өте тарихи күнде, тарихи сәтте өнер көрсеттім.